Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін балық тазалап қуыратын боламыз. Бұл балықтың аты леш балығы деп атайды. Видеоны соңына дейін көріп шығыңыздар. Ең алдымен тегенеге балығымызды салып, үстіне сәлден ыстық емес әрі қайнаған суды құйып, тазалап шығатын боламыз. Пышақпен төменнен жоғары қарай. Құйрық жағынан бастап басына қарай жақсылап тазалап шығамыз. Екі жағынан да. Көріп тұрғандарыңыздай төменнен жоғары қарай жақсылап тазалайтын боламыз. Балығымыз 2-3 минутта тазаланып шықты. Келесі тегенегеге жылы суымызды құйып, бір шайып алатын боламыз балығымызды. Келесі балықтың іш құрылысын, яғни ішек қарын тазалаймыз. Жақсылап тазалап болған соң жылы сумен бір шайып алатын боламыз. Енді бөліктерге бөліп, басы мен бөлек алып алдым. Басына уха жасайтын боламын. Сол себепті менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Уха рецептіні алдағы видеоларда көретін боласыздар. Бөлікке бөлгеннен кейін жақсылап шайып алатын боламыз. Жуып тазалап алғаннан кейін тұздайтын боламыз. Бөлікке бөлінгеннен кейін жақсылап мінеке тұздап аламыз. 10-15 минутқа бетін жауып қойып, тұз әбден сіңу үшін 15 минутқа қойып қойдым. Сіздер жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойсаңыздар болады. Мінеке 15 минутым өтті. Ұнымызды алып, және де бос ыдыс керек болады балық салу үшін. Балығымызды туралған күйінде тағы 2 бөлікке бөлеміз. Ұнға салып, қызып тұрған майға табамызға қуырып алатын боламыз.
Бірінші бөліктерін салғаннан кейін таба крышкасын жауып 2-3 минутқа пісіреміз де келесі жағына аударамыз да қайтадан крышкасын жауып пісіріп аламыз. Осымен балығымыз дайын, өте жұмсақ әрі керемет шыққан, дәмі өте күшті. Достар, келесі видеомды рецебін көрем десеңіздер, міндетті түрде жіберіп алмаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Ас болсын.